Бүгінгі күннен сіздерге мотивация болсын. Мен саяхат туралы айтқым келеді негізі. Не үшін адам саяхатқа ақшасын құртады? Не үшін жақсы жерлерді адам көргісі келеді? Сол арқылы адам миына инвестиция құяды. То, что жақсы нәрсе көрсе, адам жақсы өмір сүргісі келеді. Сол нәрсеге құлшынады. Мен қаншама адамды көргем, ақшасы жоқ, бірақ шетелде жүреді. Өйткені шетелде адам жүрсе, поток ашылады адамда. Өмірге деген құлшыныс, әдемі өмір сүру. Білесіздер ме, мен осы уақытқа шейін 15 ел аралаппын. Сол кездері мен сезініп демалу деген не екенін білмеппін. Көріп жатсыздар менің қандай білімге деген инвестиция құйып жатқанымды. Сіздерге бірақ нәрсе айтамын. Шетелге шықтың ба, барлық нәрсені ұмытып, рахаттанып демалыңыз. Мен жасаған қателікті жасамаңыздар. Көріңіздер.